Assalamu alaikum. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шұжық қосылған ірімшік таяқшаларының жасалу жолын көрсететін боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы су, тұз, қант, ашытқымызды салып араластырамыз. Сосын ұнымызды салып кішкене ғана араластырып, сосын сұйық май құямыз. Енді жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. 1 сағат өтті. Енді ашыған қамырымызды ұнға аунатып 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлік қамырымызды дөңгелек етіп жайып шығамыз. Енді кетчупымызды қамырымыздың жарты бөлігіне жағып шығамыз. Өз қалауыңызша істесеңіздер болады. Мен шұжық, ірімшіктерді қостым. Және де қамырымыздың жарты бөлігін бетін жауып, шеттен басып шығамыз видеодағыдай. Сосын ұзынша етіп, қатты қалыңдықта емес, осылай ұзыннан кесіп шығамыз да, бұралаңдап дөңгелетіп бұрап шығамыз. Және де осыны тапамызға салып, сыртына жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің шұжық қосылған ірімшік таяқшаларымыз дайын болды. Ас болсын. Мені соңынан көргендеріңізге рахмет. Маған тіркеліп қойыңыздар.